Ақымақтықтың екі белгісі бар. Бірі өзіне пайдасы жоқ нәрсені әңгіме қылуға бейім тұрады. Екіншісі сұрамаған адамға ақыл айтады. Кедейлік мүліктің азайғандығы емес, қомағайлықтың артқаны. Сұраған ұят емес, білмеген ұят. Егер үнемі шындықты ғана айтатын болсаңыз, сізге ештеңені еске сақтап жүрудің қажеті жоқ. Жүрек арқылы өткен ақыл тілі көпке жетеді. Ой барлығының да бастамасы, ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Сұлулық әйелдің бақыты, қадіріне жетпесе соры. Өміріңдегі ең басты ісің қазіргі істеп отырғаның. Өміріңдегі ең басты адамың қазіргі сөйлесіп отырғаның. Менің өзгенің ақылымен өмір сүргім келмейді. Қажет болса, өзім ойлап аламын. Құдайдың өзі махаббат. Басқаларды жақсы көрген адам әрдайым Құдаймен бірге. Құдай да сол адаммен. Жердің дөңгелек екенін білгеннен, осыған қалай жеткенін білген маңыздырақ. Бала тәрбиелеу, шындап келгенде өз-өзіңді тәрбиелеу. Жұрттың өзі туралы не айтатынын естіген адам сабырлы бола алмайды. Өзі жетсіп өмір сүріп, жоқшылық көріп отырған бауырларыңнан безсе, ондай адамды Құдай сүйе ме? Біз даналықты үш жолмен үйренеміз. Ойлану ең ізгі жол, еліктеу ең жеңіл жол, және үшінші тәжірибе жолы ең ауыр жол. Білмеуден қорықпа, жалған білімнен сақтан. Дүниедегі бар жамандық осыдан басталады. Басқаларды даттап, өзіңізді мақтап тұратын адамды ешқашан тыңдама. Жақсы нәрсе туралы ойлан, сонда ойларың ізгі істер жасауға пісіп жетіледі. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз қалады. Өз қателігіңді түзетілмейтінге жеткізбей тұрып, оны мойындаған әлде қайда дұрыс. Әрқашан адамдардың жаман жақтарын емес, жақсы қасиеттерін көре біл. Өзінің ақымақтығын жасыра білетін адам, өзінің даналығын көрсеткісі келетін кісіден артық. Адамның барлығы адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгерту туралы ешқайсысы ойламайды. Күшті, қайратты адамдар қарапайым болып келеді. Егер сенің кеткеніңді ешкім байқамаған болса, демек кеткенің дұрыс болды. Қалың ағаш шыбықтан бастау алады. Көп қабатты үйлер бір кірпіштен. Қанша мың шақырымдық саяхат бір қадамнан басталады. Ойларыңызға абай болыңыздар. Ойлар да бір іс-әрекеттің бастауы. Байлық деген тезек сияқты, үйілген сайын сасиды. Шашылса жерді тыңайтады. Адам өзіне өзі неғұрлым мәз болса, оның бойында мәз боларлық нәрсе соғұрлым аз болғаны. Адамзаттың айналып келіп, ақырында аяқ тірер ақиқаты ислам. Алдау жаман нәрсе, бірақ ең жаманы өз-өзіңді алдау. Әйел қанша сұлу болса, сонша адал болуы керек. Өйткені оның сұлулықтан көрер кесірін адалдық қана жеңе алады.
Ұялу жақсы сезім. Ең жақсысы өзіңнен өзің ұялу. Мен ақымақ болып елді түзетпек едім. Ақылды болып өзімді түзетуге кірістім. Білім берудің қай түрі болмасын, тәрбие. Біз ақша салынған әмиянды жоғалтсақ қайғыра бастаймыз, ал басымызға келген, естіген немесе оқыған, егер біз оны есте сақтап, өмірде қолдансақ, көп жақсылық әкелетін ғажап ойды жоғалтып алсақ, немесе ұмытсақ, оның миллиондардан да қымбат екенін біле тұра, онша қынжыла қоймаймыз. Қорқақ дос дұшпаннан да жаман, өйткені дұшпаннан сақтанасың, ал досқа сеніп қаласың. Тек қана есте сақталумен емес, өзіңнің терең ойлауыңмен игеріп алған білім ғана білім. Еңбек етпесең, не қорлықта қаласың, не ұрлыққа барасың. Сыннан қашудың бір ғана жолы бар. Ештеңе айтпаңыз, ештеңе істемеңіз, ешкім болып қалыңыз. Ақыл ой көп жерде сәттілік аз, сәттілік басым жерде ақыл ой кем. Ғылымда ілгері ұмтылғанмен адамгершілігі ақсап жатса, ондай адамның алға басуынан гөрі кері кетуі тезірек. Таң сәріде оянған дұрыс, себебі бұл әдет мықты денсаулыққа, байлық пен даналыққа жетелейді. Барлық адаммен дос адам ешкімнің досы емес. Өмір қимылды талап етеді. Бақытты сырттан емес, жүрегіңнен таба біл. Ақыл тек білімде ғана емес, білімді іс жүзінде қолдана білуде. Адам күткен ақшасын өмір бойы күтуі мүмкін. Көпшілік ақша табу үшін денсаулықтарына мән бермейді, сосын тапқандарын денсаулығын емдеуге шығынданады. Каналымды жоғалтып алмауыңыз үшін арнама жазылып өтіңіз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарияге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.